Сіздерде 8, 16 немесе 32 гигабайттық флешкалардың бірі бар дерлік. Сол флешкалардың біріне памяті 4 гигабайттан жоғары файлдар жазылмай жатса не істейміз? Түсінікті болу үшін мен бір мысал келтіріп кетейін. Мысалға мен памяті 5-те 76 гигабайттық мультфильмді жазып көрейін. Міне мультфильм жазылмады, неге екен мында жазылып тұр. Файл слишком велик для конечной файловой системы дейді. Бұл нені білдіреді? Бұл флешкадағы файловой системаны өзгерту керек деген сөз. Ал флешкадағы файловой системаны қалай өзгертеміз? Ол үшін флешканың белгісіне тышқанның оң жақ батырмасын басып, форматироватке сол жақ батырмасын басамыз. Файловой система тізімінен NFTS файловой системасын тышқанның сол жақ батырмасымен таңдаймыз. Начатқа да сол жақ батырмасын басамыз. Окейға да дәл солай. Мінекей форматирование басталды. Міне форматирование аяқталды. Енді жаңағы операцияны тағы қайталап көрейік. Міне памяті 4 гигабайттан жоғары файл жазылып жатыр. Бұл запись енді көп уақыт алатын болғандықтан мен күтпеймін.